Алла тағала тәкаппарларды жек көреді дейді да. Жалпы тәкаппарлық бұл өте ауыр күнә ғой енді. Енді ол тәкаппарлық өз алдына үлкен тақырып, мен қатты кірмей ақ қояйын, ішіне ми ашып кетейін тұр өйткені. Ол тәкаппарлық бөлінеді өйткені ішінде. Аллаға тәкаппарлық, елшісіне тәкаппарлық, адамдарға тәкаппарлық деп. Аллаға тәкаппарлық ол өзін құдаймын дейтіндер, Ферғауын сияқтылар. Пайғамбарға тәкаппарлық оны мойындамайтындар, Абу Жахил сияқты, Абу Лахаб сияқтылар. Адамдарға тәкаппарлық біз бір-біріміздің арамыздағы киіммен, мансаппен, денсаулықпен, немен мақтану. Өзіңді өзгеден жоғары санау. Тәкаппарлық ерекше санау. Негізі ешкімнен артық емес негізінде. Адамзатты қажекелер бір нәрсе етейін, осы жерде бір қағида бар да, үлкен ғалымдарымыздың айтқан. Адамзатты бір-бірінен ажырататын жалғыз-ақ нәрсе бар. Бізді бір-бірімізден ажырататын, яғни Алланың алдында дәрежені көтеретін жалғыз-ақ нәрсе бар дейді. Ол адамның түрінен көрінбейді дейді ғой. Не ол десе, ол тақуалық қана дейді, болды. Басқа ештеңе ажырата алмайды бізді дейді. Ол да ертең топыраққа айналады, мен де ертең топыраққа айналамын. Бірақ есепке біздің тақуалығымыз түседі. Біздің басқа денеміз, ештеңеміз түспейді Алланың алдында. Көрдіңіздер ме?